Сәлем қыздар, біздер осындай тақияның сыртынан киетін полный тика жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге мынандай пина керек болады, қараңыздар. Я? Сол пинаға біздерге мынандай моншақтар керек болады. Бұл моншақтар 4 мм-лік моншақтар. Қандай түсін өздеріңіз таңдайсыздар, я, оны. Содан кейін мына пинаға мына моншақтарды 5 штуктан тізіп шығамыз, қараңыздар. 5 штуктан тізіп шығамыз. Енді содан кейін бізге мынандай колечки керек болады. Обязательно пинайдың мынандай түрі керек болады. Жаңа көрсеткендей. И гвоздик түрі керек болады, я? Гвоздик түрі, мынау гвоздик түрі. Басы шеге сияқты болып тұрады. Қараңыздар. Осы керек. Және тақия керек болады. Тақияңыз болмаса, егерде онда манекен болса, манекеннің басына жасап шығамыз. Осындай колечкидің үлкендеу түрі керек болады. Көрдіңіздер ғой, я? Мынау кішілеу, мына күтті, ол мына араларын қосамыз, қазір видеода көрсетем. Ал мынау үлкен түрі, осыған осылай ілеміз. Мына. Біреу, екеу, үшеу ғой мұнда. Қазір мен 13 штукты іліп шығамын. Осылай пинаға 5 моншақты тіземіз, және пинайдың артығын кесіп алып тастаймыз да қайырамыз. Қараңыздар, дүзеу қайырамыз, қыздар. Айналдырып, плоскогубциямен қайырып аламыз. Міне дәл осылай бізде шықты. Енді жаңағы үлкен колечкиға жаңа қайырған тізген моншақтарымызды ілеміз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті болады, қыздар. Бұл бізде кәдімгі тренд тика жасап шығамыз.